Панфилов ауданы еңбекші ауылдық кітапханасы менің жырым таусылмайтын таңға ілеміз. Халықаралық алаш сыйлығының лауреаты ақын Оразақын Асқарға 85 жыл толуына орай видео шолу. Құшаққа алғандай боп кең өлкені, көгалға аунай кеттім көлеңкелі. Жақындап қалғаныңды сезгендей боп, келер деп жаттым күтіп өлең сені. Тудырып көп жазуға маған мұрсат, ашып жүр көбелекке балам құшақ. Қалың шөп арасында жатыр қағаз, бұл орман ішіндегі алаң құсат. Мен оның із салмадым кетін әлі, алыстан жатты бұлбұл жетіп әне. Жел тұрса қағаздағы көлеңке ойнар, секілді теледидар экраны. Шабыттың жүрмейтін бұл жерім екен, келер деп сенімімді серік етем. Инелік үшіп жүрген аз кідірді, қағазды айырдырым дедім екен. Қозғал деп гүл көктеген түрсіп тасты, бұл көктем жыры жаздырмай тыншытпасты. Шабыт кеп қалам алып төнгенімді қағаздан көкшелікке ыршып қасты дейді. Балалар туралы жазылатын өлең бар. Содан балалардың өзіне жазатын өлең бар. Ол балалардың өзіне жазғанда, сол бала түсінетін болу керек. Мен көбінше балалар туралы жазам. Іздеп жүрсек Ләйләні, қайда кетті бұл десіп. Отыр екен жайланып, мысығымен тілдесіп. Не деп ақыл қосса да, мысығына бұл не деп. Чарды аузына тосады, ей мысығым, үрлетіп. Оразақын жұлдыздарға таңырқаушыған емес, өзде жұлдызды жырлар жазатын өршіл, жаңашыл ақын. Тұманбай Молдағалиев.